Астана қаласы Түлкібас ауданы Сәстөбе елді мекеніндегі Макаренко мектебінің 4-ші Г сынып оқушысы Кайынбетова Кәусар Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналады. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барда ертегіңді термек үшін. Көкірегі сезімді, тілі орамды, жасы мүлкі жастарға бермек үшін. Бұл сөзі тасыр ұқпас талапты ұғар, көңілінің көзі ашық сергек үшін. Түздеу кел, қисық қыңыр, қырын келмей, сыртын танып іс бітпес, сырын білмей. Шу дегенде құлағын тосан сеті өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Сіздеріне Абай Құнанбаев 1845 жылы дүниеге келген, 1904 жылы дүниеден озған. Абай Құнанбаев ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баттанба. Құмарланып шаттанып, ойнан босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрседен асық бол. Адам болам десеңіз, тілеу өңір алдында. Оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ. Ері жек бекер мал шашпақ. 5 дұшпаның білсеңіз, талап емей терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асылыс көрсеңіз. Макаренко атындағы жалпы орта мектебінің 4-ші Г сынып оқушысы Қалысбек Дана, сынып жетекшісі Бидәулетова Венера. Қалың елім қазағым, Абай Құнанбаев. Қалың елім қазағым, қайран жұртым. Ұстаразым аузына түстім ұрыттым. Жақсы менен жаманды айырмадың. Бірі қан, бірі май боп енді. Екі ұртым. Өзімдікі демеймін, өз малымды. Күндіз күнкіден бұзылды түнгі ұйқым. Көрсем қызар келеді, байлауы жоқ. Бір күн түртім етеді, бір күн бұртым. Бас-басына би болып, өңкей қиқым. Бұлсыз тілің бұлы сөзің, әсел адам ұғыныр, кісінің сойысын ұққышақ өзің. Қисығын сүйіп тұғырыға, сезбас көңіл жылы жүрек, таппадым деп түңілмес, бір тәуір достымақ керек, оймен тілі бөлінбес. Здоровья. Сказка. В одном дворе на окраине города жил-был мальчик, у него был лучший друг микроб. Целыми днями друзья сидели в комнате перед телевизором. Может, пойдем гулять? Спрашивал мальчик. Ни в коем случае, отвечал микроб. Ты что, хочешь заболеть? Нет, конечно, а может, тогда сделаем зарядку. Ну вот, еще руки и ноги заболят. Давай лучше мультфильмы смотреть. Так проходили дни и недели. Мальчик стал часто болеть. Их хмурится. Все стали называть его слабышом.